сәлем, сіздермен мен Гүлнұр. Достар, осыдан бір ай бұрын мен монтаж жайлы видео түсірген болатынмын, және ол басқа видеолардан қарағанда әлде қайда көбірек просмотр жинады. Және достар, соған байланысты бүгін менің каналымда тағы да осындай бір блогерлік темаға байланысты видео. Бүгін мен сіздерге қалай обложка жасау керектігін көрсететін боламын. Обложка деген не екенін кім білмейді, ол видеоның сыртында тұратын сондай қабы десек, қазақша қап, сондай. Тек қана жасап қана қоймай, жасауды, қоюды, соның бәрін көрсетіп үйрететін боламын. Бәрі телефонның көмегімен болады. Осы видеоны бастамай тұрып, менің каналыма жазылып кетулеріңізді өтінемін, жалынамын, сұраймын. Себебі менің каналымда адамдардың көбісі тіркелмей көреді, ол өте жаман. Сол себептен де менің каналыма жазылып кетіңіздер. Енді біз бастаймыз. Достар, бұл программаны білетін шығарсыздар және телефондарыңызда бар болуы мүмкін, ал бірақ болмаса сіздер оны Play Marketке кіріп PixArt деп поискқа жазып скачать етіп алсаңыздар болады. Енді осы программаға кіріп, осы астында тұрған плюсты басып, және осы жерде сіздің суреттеріңіз шығып тұрады. Өзіңізге керекті суретті таңдап аласыз, яғни сіздің обложкаңыз тұратын сурет. Мен осы суретті таңдап алатын боламын, және бұл жақта көптеген инструменттер бар деп айтыламын, бірақ осы инструментті содан кейін обрезайтты басып, біз YouTube-тың размерін таңдап аламыз. Оның размері 16-да 9. Осы немесе ең соңында осында YouTube деп тұратын бар. Осы екеуі бір размер. Сіз өзіңізге сол YouTube-тың именно осы размерді таңдау міндетті. Осындай размерді таңдап аламыз да, осы птичканы басамыз. Енді келесі ол видеоның бүйтіп шет жақтарында, былай фотоның шет жақтарында тұратын нәрсе. Ондайды мен негізі бұл суретке жасағым келмейді, себебі оның арты итакта розовый болып тұр. Сіздерге көрсететін боламын, примерно көрсетемін. Ол үшін мен өз басым добавить фото дегенді басамын, және поискқа кіріп осы жерге розовый фон деп жазатын боламын. Және осы жерде көптеген фотолар шығады. Сіздер сәйкесінше фотоны таңдап аласыздар. Және мен осыны тау жағын кесіп тастап, тек анандай розовый болып тұрған жерін ғана алатын боламын. Одан кейін астында прозрачность деген болады. Соны басып, примерно 50-ге немесе мен сияқты 63-ке қоя аласыздар. Төбесіндегі өшіргішті басып, сіздер осы керек емес жерлерін кесіп алып тастай аласыздар. Осыған енді аккуратно қырып әдемілеп тұрып кесулеріңіз керек. Сіздер мен қазір өтірік кесемін. Достар, міне примерно кесіп алдым. Әрине керемет емес, бірақ бұл маған маңызды болып. Қазір бұны істемейтін болғандықтан мен примерно көрсетіп жатырмын. Сол үшін осылай примерно кесіп қойдым. Енді бұл жерде мен қазір удалить етті басып тастаймын, себебі бұл маған қазіргі обложкада керек емес. Мен сіздерге жай көрсету үшін ғана істедім. Сол үшін мен удалить етіп тастаймын бәрін. Сіздер жалпы бұны түсіндіңіздер деген үміттемін. Достар, енді осы жерде текст дегенде тауып алып, соны басып, және обложка жасау деген сөзді, шрифттерді таңдап, бәрін әдемілеп жазып шығатын боламыз. Вот, достар, мен примерно осылай қылдым. Ары қарай өздеріңіздің фантазияларыңызды қоссаңыздар болады. Ал енді мен осы жерде стикер дегенді басамын, және осы жерден сіздер стикерді тауып алсаңыздар болады. Мен мысалға поискқа жазамын PixArt деп, телефон деп деген секілді PixArt деп жазсам, PixArt-ның эмблема шығады. Мен соны сондай стикерлерді қойып өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Достар, тағы мына жерге обложканың примерларын қалдырып кетемін. Сөйтіп жасағыларыңыз келсе, тоже рисовать дегенді тауып аласыздар. Және осы жерде кисттерден, түстерден ақ түсті, қара түсті таңдап алып, кейін осындай өзіңізге керекті жаңағындай размерін, потом жалпы кистичканы, өздеріңізге ыңғайлы кистичканы таңдап алып, осы шет жақтарына суретін салып шықсаңыздар болады, жаңағылар сияқты. Мысалға үстіп алып, потом слой дегенді басып, слой дегеннен 3 точканы басып, одан кейін мұнда преобразовать деген болады. Соны бассаңыздар, бұл мысалға үлкейеді. Және де тағы да басқа видеода көрсетіліп тұрғандай ғылып жасап шықсаңыздар болады. Мен әрине бұлай жасамағандықтан кішкене өтірік жасай салам. Достар, негізінде мен өтірік қылып жасай салдым, бірақ сіздер өздеріңіз асықпай отырып, мынаны дұрыстап жасап аласыздар. Бірақ мен бұны өтірік жасаған себебім, маған бұндай қажет емес. Мен сіздерге пример ретінде кішкене көрсетіп беру үшін қана. Ал
ал енді мына жерде көптеген функциялар жетеді. Сіздер сол функцияларды өздеріңіз қарап, көріп, ютубтан тағы да ізденіп, осыдан ең керемет күшті обложкаларды жасап шығара аласыздар. Достар, осы менің видео аяқталды. Сіздерге осы видео пайдалы болды деген ойдамын. Пайдалы болса саусақтың жоғарғы тұрған белгісін басыңыздар. Ал ендеше бәріне де бай-бай.